Қайырлы күн, қадірменді мектеп басшылары мен Шұған Нұрмағамбетқызы. Баршаңызды бүгінгі Бейсенбай Кенжебаев атындағы жалпы білім беретін коммуналдық мемлекеттік мекемесінде көшбасшы және команда өзгерістер жағдайында табысты жұмысты ұйымдастыру атты семинарымызға қош келіпсіздер. Еліміз қарыштап дамыған сайын білім беру жүйесі де жаңғырып келеді. Сонымен қатар мектеп ұстаздарының басшылардың өзгерісі талаптарына тез бейімдегіш және өз ұжымдастарымыз жалпы қоғамда оң өзгерістерге сендіре алатындай көшбасшы болуы заман талабына айналып отыр. Ал сол білім мен тәлім тәрбие беретін ұстаздарымыздың еңбегінің жемісті болуы үшін ең қажетті мәселе ұстаздардың әдістемелік жұмыстарды жүйелі ұйымдастыруында. Өзгерістер жағдайында көшбасшы мен команда арасындағы тиімді қарым-қатынас пен жұмыс ұйымдастыру өте маңызды. Бұл процестің табысты болуы үшін бірнеше аспектілерге назар аударуымыз керек. Алаулаған алабыңнан нұр тамып, қазақ елі бүкіл дүние дүржір танып. Көк байрағың желбірейді төріңде, киімінің төріңде шырқалып дегелі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік киімі орындалсын. Көшбасшы және команда өзгерістер жағдайында табысты жұмысты ұйымдастыру атты аудандық семинарымызда ашып беру үшін Ордабасы аудандық білім бөлімінің басшысы Нұрабаева Шұған Нұрмағамбетқызына сөз кезегін береміз. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Кенжебаев мектебінің ұстаздары, ата-аналарымыз,
біз бүгін бір үлкен іс-шараны бастап отырмыз. Бұл іс-шараның мақсаты мына күні кеше осы 2024 жылы біздің ауданымыздағы барлық мектеп басшылары білімдерін жетілдіріп, бүгінгі міне біздің Перизат Смайылқызының таңдап алған тақырыбын оқып барлықтарыңыз меңгердіңіздер. Онымен қоса жаңағыдай сынақтан да өтіп, қолдарыңызға сертификаттарыңызды алып алдыңыздар. Бүгінгі күннің талабы. Әрине, жұмыста уақытымыз жоқ, жұмысымыз көп деп көп нәрсеге бас бұрмаймыз. Кабинетке кіріп алып, оның біріншісі мен өзімнен бастаймын. Азында келеміз, кешке дейін қағазды шұқылап отырамыз. Бірақ біз ұстаз болғаннан кейін, мектеп басшысы болғаннан кейін, бірінші кезекте біздің осы жұмысты, яғни көшбасшылықты алға қою керек екендігін ұмытпайық, әріптестер. Енді бұл мектепке келіп семинарымызды ұйымдастырып көруіміз, біз практикада да жаңағыдай өзіміз көзбен көрсе, қолмен ұстасақ, ол бізге жаңа бала айтпақшы тез жаңа басымызға, яғни миымызға сигнал беріп, тез біз соны өзіміз ұғамыз деген ойдамын мен. Міне сол себепті біз осы жоспарға семинарды қойып отырмыз. Бұл кезде жаңа өздеріңіз келдіңіздер, мектепке кіргенде көріп жатырсыздар. Яғни бұл мектепті көрген мектеп басшылары да бар шығар. Бұл жерге алыс шалғай деп көрмеген кісілер де бар шығар. Міне бүгін келіп, өздеріңізге қажетті бір кішкентай да бір нәрсені ұқтыңыздар. Яғни осыны мен мектебінде ары қарай жалғастырсам екен, мүмкін мына тұсты мен бұдан да басқаша ұйымдастырсам болады екен ғой деген ой қозғау болған шығар деп мен ойлаймын. Мен өзім кірген кезде көргенімде мына жаңағы электрондық құжаттарды көрдіңіздер. Ол барлықтарыңызда бар дүние деп мен ойламаймын. Міне бұл да бір біздің осы мектептің бір артық дүниесі болып жатыр. Бізде электрондық оқулық бар, оқулықта жаңағы кітапханада ол барлық мектептерде бар бүгінгі таңда, ал бірақ мына электрондық құжат ол барлық мектептерде қолға алынып жұмыс жүргізеді деп мен ойламаймын. Міне бұл да бір ойланарлық дүние екен. Осындай жақсы көрген жаңағы дүниелерімізді ары қарай жалғастырамыз деп ойлаймын. Біз енді мектептің былайша айтқанда кеме келе жатса, сол кемені алып жүретін, яғни бізбіз ғой, әріптестер. Біз мықты болатын болсақ, мектеп мықты болады. Біз мықты болатын болсақ, ата-ана да мықты болады, ұстаз да мықты болады. Сол себепті мынау шаршамайық, осындай еңбектеріміз табысты, жемісті болсын деймін. Міне Перизат Смайылқызына көп рахмет айтқым келеді. Келгеніне көп болған жоқ уақытысында. Біз ұсыныс бердік, мына ұсынысымызды қабылдады. Мен бұл Перизат Смайылқызын таңдағанымда бір ерекшелік болды. Не үшін таңдадым? Өйткені сіздер байқайсыздар ма, мына мектеп өмірінен физрукқа өте көп іс-шаралар салады. Келген күннен бастап осы физрукта мен Перизат Смайылқызының жаңа мектеп өмірін салып жатқандығы, мына қоңырау кезінде балдардың бос уақытын пайдаланып жатқандығын көрдім мен. Мына ұстаздармен шығармашылық топпен айналысатқанын көрдім. Ата-аналармен жаңашыл жаңағы ата-аналар жиналыстарын өтіп жатқанын көрдім мен физруктан. Міне мен сол себепті осы мектепті таңдадым. Яғни біздің басшыларымызға ой салатын, өздерінің атқарып жатқан жұмыстарының жақсы тұстарын, кем тұстарын ары қарай дамытады деген оймен біз ұсыныс бердік. Міне Перизат Смайылқызы оны ұсынысымызды қабылдап, бүгінгі сіздерге әдемі бір пайдалы дүниені көрсетеді деп. Осы Кенжебаевтың ұжымына, Перизат Смайылқызы бастаған сізге көп рахмет айтамын. Міне ұжымдағы ұстаздардың барлығы, мен ойлаймын, осы семинарды қанша күн дайындалды. Бұның өзі де біздің ұстаздарға үлкен бір мотивация берді деп ойлаймын. Ол бәріміз де ұстаз болдық қой. Жаңа семинар күні немесе апталық болатын кезде ұйықтамайтын қой. Жаңа фломастермен неге плакатқа жазу ол кезде фломастермен жазатын едік қой. Ұйықтамай соны жазатын адам іздеп әрбір жаңа художниктің артында жүретін едік қой. Мен ертең ашық сабағым еді, мынаны жазып берші деп. Міне сол сияқты біздің ұстаздар да қанша күннен бері дайындалды. Ол дайындалған кезде де өздеріне де бір керекті дүниені алды. Ішінде білетіндерін ары қарай дамытты, білмегендерін үйренді. Міне бұл да әріптестерімізге, яғни ұстаздарымызға үлкен көмек болды. Енді әдемілеп осы қазіргі актовый залда болады екен, одан сыныптарға болады екен, барлығын көрейік. Соңында жерге қорытындылайық. Әріптестер, тағы да мен айтқым келеді, көңілді жаңағы шаршаған күйді тастайық, жұмыстағы күйбеңді ұмытайық.
жаңағы қазақшылап айтқанда құда жекжат бәрін ұмытайық, бүгінгі күні тойды ұмытайық, осы семинардың өтуіне атсалысып, яғни керекті дүниені алып осы ортаға талқылайық деген ойдамын. Ендігі бұл қазіргі біздегі ақпан айы бойынша наурыз айында тағы да осындай бір мектепке қоямыз. Біз бұны неге алып жатырмыз? Бұрын бізде үнемі болатын мектептерді өздеріңіз білесіздер. Кеше де айттым, үнемі жаңағыдай семинар өткізетін мектептерді білеміз, үнемі барып жүрген мектептерді білеміз. Бізде мысалы Амангелді мектебінде, Шоқан мектебінде, анау Шұбарсудағы барлық мектептерде үнемі барып жатырсыздар. Ал енді біз осындай шетте көрілмей жатқан мектептерді неше жылдан бері бір мектепте басшы отырған мектептердің жұмысын көргіміз келіп жатыр. Ендігі наурыз айында дәл сондай мектептерге жоспарлаймыз, сол кісілер жұмыстарын көрсетсін бізге. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар, шаршамаңыздар. Мына әріптестеріңізге көп рахмет айтамын осы Кенжебаевтың ұжымына. Өнер қуған жасынан өнерді судай тасыған, келесі біздің бишілер көрінген көштің басынан дикеле. Торғын би тобын наурыз биімен сахна төріне шақырамыз.
мектебіміздің өмірбаянымен таныс болыңыздар. Оқушыларға білім беріп қана қоймай, ойлану, іскерлік, шығармашылық дағдыларын қалыптастыруға үлес қосып келетін Бейсенбай Кенжебаев атындағы жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі 1979 жылы пайдалануға берілген. Оқушы сыйымдылығы 1040 орынға арналған мектебімізде 46 сынып кабинеттері бар. Оның ішінде биология, химия, физика кабинеттері интерактивті тақтамен жабдықталған және 2 компьютер кабинеті бар. Басты нысаны балаға сапалы білім беру екендігін алға тартқан мектебімізде оқу кабинеттері 33, шеберхана кабинеті 2, бір кітапхана кабинеті және акт залы, асхана, медициналық кабинеттер бар. 2023-2024 оқу жылы 23 қазан айында Сапарова Перизат Смайылқызы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпанында нөмірі 57 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің 22 желтоқсан 2022 жылғы нөмірі 513 мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтердің лауазымға тағайындау, лауазымнан босату қағидаларын бекіту туралы бұйрығы бойынша мектеп басшысы лауазымына тағайындалды. Көреген басшы елді өсірет демекші Перизат Смайылқызы мектепті басқарғалы аптасына 1 рет коучинг ұйымдастырылды. Педагог зерттеуші ұстаздар мен оқу орынбасарларына бұйрықпен жүктелді. Мектебімізде апта сайын мұғалімдер арасында сабағында пайдаланатын тиімді әдіс тәсілдер атты тақырыпта коучинг сабағы өткізіліп отырды. Дана халқымыз дарын жанып тұрған жалын дегендей әр оқушының өз таланты болады. Білімді, дарынды шәкірттердің қабілетін арттыру мақсатында ай сайын әр бірлестік бойынша апталықтар өтіледі. Жан-жақты дамумен қатар әр адамның еркін және шығармашылық тұрғыда өркендеуіне орасан зор үлес қосып келетін мектебімізде мұғалімдер саны 108, оның ішінде 11 педагог зерттеуші, 31 педагог сарапшы, 22 педагог модератор, 45 педагог, 2 магистр ұстаздарымыз бар. Бір тұтас тәрбие бағдарламасы бойынша ата-аналарды педагогикалық қолдау кабинеті ашылып, ата-аналармен жұмыстар жүргізіліп отырды. Әр ай сайын жоспар бойынша әжелер мектебі, жеңгелер мектебі, әкелер мектебі жұмыстар атқарылып келеді. Мәртебесі мектеп көптеген түлектері беделді оқу орнына түсіп, өнерлі жастары өркендеген мектебіміз биылғы оқу жылы қарсаңында Бейсенбай Кенжебаевтың 320 жылдығын атап өтті. Әр баланың ой санасына отан сүйгіштік сезімді, білім нәрін сеуіп жатқан өнегелі ордамызда әр дүйсенбі сайын сынып сағаты өтіліп келеді. Мектебімізде ұлдар мен қыздар жұмысы атқарылып жатыр. Үлкен үзілістерде мектебімізде құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ұлттық құндылық бойынша ойындар өткізіледі. Жақсының жақсылығын айтып, нұры тасысын демекші басшымыз келгелі бәрімізді команда болып жұмыс жүргізе отырып, 2023-2024 оқу жылы демеушілер іздеп, 20 жыл бұрын мектебімізді аяқтаған түлектері есік алдына брусчатка төсеп берді. Жас ұрпақтың кемел келешегі бүгінгі білім ордасынан бастау алатын болғандықтан, жыл сайын мектебімізде демеушілік жасауға челлендж ретінде ұсыныс айтылды. Мектебіміз жылдан жылға көркейіп келуде. Білім беру сапасын жақсарту мақсатында ұстаздарымыз жасанды интеллект арқылы білім алушыларымызды қызықтыра отырып, жұмыс жасап келеді. Ұстаздық жолында шаршамай, талмай қызмет етіп жүрген ұжымның ұстаздары барша құрметке лайық. Мектеп білім тірегі ұстаз оның жүрегі демекші. Біздің мектебіміздің бір күндік атқарылып жатқан тіршілікпен таныса отырыңыздар. Ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Бейсенбай Кенжебаев атындағы жалпы білім беретін мектептің әрбір күні жаңа идеялар мен тың ойлармен басталады. Мектепке асыққан шәкірттер мен ұстаздардың нық қадамы бүгінгі күннің үлкен жетістікпен басталарына сенім сыйлайды.
Білімнің кілті мектепте демекші, ұстаздар ең алдымен өзінің жұмыс жоспары бойынша жұмысқа кіріседі. Шәкірттің ой санасына білім жарағын жағуды мақсат еткен ұстаздың жұмысы әрқашанда оң нәтиже беретіні рас. Сапалы білім беру біздің мектеп ұстаздарының басты ұраны. Мектеп басшысы Перизат Смайылқызы әрбір ұстаздың ой пікірін мұқият тыңдап, олардың жұмысымен үнемі таныс болып отырады. Осындай бірлескен тату ұжымның орасан еңбегінің жемісі ретінде мектебімізде дарынды шәкірт пен білімді жастар өркен жаюда. Баланың денсаулығы біз үшін қашанда басты орында. Үзіліс уақытында балалардың ыстық тамақпен қамтамасыз етілуі ешқашан назардан тыс қалған емес. Шәкірттеріміз қоңырау уақытын көңілді өткізу үшін де біздің мектепте барлық жағдай жасалған. Мектептің жылулығы, балалардың қауіпсіздігі біздің назарда. Сапа мен білім жағынан да ең тамаша мектеп біздің Бейсенбай Кенжебаев атындағы мектеп екенін біз мақтанышпен айтамыз. Назарларыңызға рахмет. Армысың ата қоныс, ата мекен, киелі қасиетті туған өлкем. Саған деген сезімім, сағынышым, жыр болып төгіледі жүрегімнен. Дей келе ұстаздардың орындауында ән «Алтын ұя мектебім» қабыл алыңыздар. Біздің мектеп Кенжебаев мектебі, жарқырайды ақ жұлдызды ертегі. Ошақтағы ұстаздардың барлығы бірлігімен үлгі болып келеді. Біздің мектеп білімнің ордасы, біздің мектеп татулықтың ортасы. Еңбегімен ұстаздардың аяулы, шәкірттерге болашаққа жол ашты. Сақтаудағы қандай жақсы еңбектің, ұжымдағы әрбір уақыт ғажап күн. Әріптесің жақсылыққа жетелер, басшылары ақ жүрегі мектептің. Біздің мектеп білімнің ордасы, біздің мектеп татулықтың ортасы. Еңбегімен ұстаздардың аяулы, шәкірттерге болашаққа жол ашты. Ортамызда жүргендер мықтылар, білім үшін шәкірт алға ұмтылар. Кенжебаев мектебінің беделін әлі талай дарытылып жұртылып. Біздің мектеп білімнің ордасы, біздің мектеп татулықтың ортасы. Еңбегімен ұстаздардың аяулы, шәкірттерге болашаққа жол ашты. Еңбегінің басталады мектептен, ұстаздарым келеді алда еңбекпен. Біздің ұжым ең тамаша ең мықты, өркендеуде алғыс алып ең көпке. Біздің мектеп білімнің ордасы, біздің мектеп татулықтың ортасы. Еңбегімен ұстаздардың аяулы, шәкірттерге болашаққа жол ашты.
Оқушының рухани өсуіне жағдай туғыза алатын жаңалықтарды талдауға даяр, өз әрекеттеріне өзгеріс енгізе алатын басшы ғана бүгінгі қоғамның мүддесі мен әр баланың ұжымының мүддесінен шыға алады. Осы орайда мектебіміздің директоры Сапарова Перизат Смайылқызы, көшбасшы және команда өзгерістер жағдайында табысты жұмысты ұйымдастыру атты тақырыпта коучинг өткізеді. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және Шұғар Тұрмағанбетқызы. Біздің семинарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі семинарымыздың тақырыбы бізде көшбасшы және команда өзгерістер жағдайында табысты жұмысты ұйымдастыру. Біздің семинарымыздың миссиясы өзгерістер жағдайында мектеп басшыларына тиімді көшбасшылықпен ұйымшыл командаларды құруға қажеттерді құралдарды көрсетіп сіздермен әдіс алмасу. Мақсатымыз қойған көшбасшылықтың инновациялық әдістерін меңгерту, команданың нәтижелі жұмыс жасауына жағдай жасау, өзгерістерге бейімделу дағдыларын жетілдіру. 2024 жылы жаңа айтып кеткендей барлығымыз бірге оқуға бардық курсқа. Сол жерде оқуда біз 3 аптада меңгергеніміз даму бағдарламасы мен мектепшілік бақылау жоспарын қалай жүзеге жүргізу туралы талқылап, сол жерде біз керекті жерлерін өзімізге түртіп алдық. Негізгі даму бағдарламасындағы сол жерде талқылай келгенде 5 бағытқа бөлгенімізді естеріңізде болса барлығымыз сол жерде талқыладық, 2 топқа бөліп. Даму бағдарламасындағы алдыңғы жылы кеткен кемшіліктерді негізінен мектепшілік бақылау жоспарының 6 бағытына бөліп қойдық. Ол негізгі біздер білесіздер 6 бағытына тоқтала кетсек, бірінші нағыз керек құжаттар ол қатаң есепте жататын құжаттар. Кешегі өзіміз советте айтылып жатқан бойынша бұйрықтар бойынша дұрыстап жазылу керек. Нормативтік құжаттардың орындалуы және талаптарға сәйкес мектеп ұйымдарының жүргізілуін бақылау. Екінші басты мәселе оқу процесінің сапасын бақылау. Бұның барлығы жаңағы сіздер пайда көрген жасты QR арқылы бақылау. Барлық мұғалімдеріміз де оқу орындарында осы бойынша жұмыс жасап жатыр. Үшінші қойған талабымыз оқушылардың білімдегі олқылықтарын орын толтыру бойынша және мотивациясы төмен оқушыларды жұмысқа бақылау. Мотивациясы төмен оқушылар жаңағы үлгерімі төменді біз үлгерім төмен деп қазіргі заманда айтпаймыз, сондықтан мотивациясы төмен деп алып жатыр. Төртінші оқу зерттеу қызметі. Бесінші бөлікте бағытымыз мұғалім шеберлік деңгейінен әдістемелік дайындығының жай-күйін бақылау. Бесінші тәрбие процесі, ең маңызды процесс екенін білесіздер. Күніге бір 4-5 хат келіп жатыр, ол бойынша барлығымыз жұмыс жасап жатыр, жоспардан тыс. Фейсбуктан да қарап өздеріңіз бақылап отырған шығарсыздар, іс-шаралар өткізуін бақылау. Енді мен коучинг бастамас бұрын сіздерді бірге әдіс алмасуға шақырайын дегеннен отырмын. Мынау бізде бірінші топ бар, оң жақтағы менен, оң жақтағы топқа жаңа тағайындалған директорлар келсе, әр аймақтан біреу. 1 жылдан 5 жылға дейін стажы бар директорлар мына жаққа қарай орналасыңыздар. 4 адам. Әр аймақтан біреуден. 1 жыл мен 5 жыл аралығында жұмыс өтілді. Келіңіздер әр аймақтан біреуден. Бірге әдіс алмасамыз. Өзі курстау кеткен нәрселерді. Әр әдіс алмасыз біреуді. Жылдан 5 жылға дейін әр аймақтан біреуден. Екінші кезінде 5 жылдан 10 жылға дейін стажы бар директорлар. Мына жерде ортадағы. 5 жылдан 10 жылға дейін директор. Әр аймақтан болса өтініш. Келіңіздер.
уақытты тиімді пайдаланайық. Мынау үшінші топқа бізде 10 жылдан астам тәжірибелі директорлар. 4 директор шығысқа өтініш. Келіңіздер. Әр аймақтан бір өтем. Мына жаққа 5 жылға дейінгі, мына жерде 5 жылдан 10 жылға дейінгі ортаға, мына жерде 10 жылдан астам келіңіздер, сіздермен бізде әт салмасын көрген жатыр. Сіздермен де қарайсыздар, сіздерден де біздер әт салмасын. Уақытты тиімді пайдаланайық. Аймақтан шықсаңыздар, соңғы диаграмма келіңіздер. Келіңіздер, әріптестер, уақыт тиімді пайдаланайық. Ешқандай қиын сұрақ болмайды. Өзіміз сол курста өткен бойынша әд салмасамыз. Мұхаммеджан ағай, ортаға келіңіз. Сіз қанша жыл болды? Қанша жыл болды? 10 жылдан астам. Мына жаққа келесіз. Мына жерге 5 жылдан 10 жылға дейін. Әріптестер, келіңіздер. Келіңіздер. Өткен болса келіңіздер. Қазақ жастар көмек кетті. Әділ ағай келсеңізші. 4 жыл аймақ келсеңіздерші. 5 жыл мен 10 жыл арасында ортаға, мына жаққа 10 жылдан астам. Бізде басшылар көп қой 10 жылдан астам. Келіңіздерші. Ал рахмет мына атсалмасуға отырған әріптестер. Енді той-тойымызды бастай кетсек. Ал сәттілік барымызға бұл жерде ешқандай қиын сұрақтар болмайды. Ешқандай оның артында сертификат беру немесе тесттен құлатпаймыз курстағыдай. Бұл жерде әшейін әд салмасамыз. 3 топқа бөлдік. Енді бірінші жас директорларға сіздерге бір 2 минут көшбасшы деген кім екенін қысқаша бір 2 минут айтып беріңіздер. Екінші топқа сіз өзіңізді көшбасшы ретінде қалай сипаттайсыздар? Орта директорлар. Үшінші топқа жетістікке жеткен көшбасшы қандай болу керек? Сіздер уже облыстарыңыз қайда? Көбірек, сондықтан жетістікке жеткен көшбасшы қандай болу керек? 2 минутта бізге кермәләсіп берсеңіздер. 1 минут талқылауға берейік, уақытты тиімді пайдалану үшін. Көшбасшы деген кім екені? Көшбасшы міндетті түрде директор болу керек па? Соны айтып кетсеңіздер. Көшбасшы деген кім негізінде? Дайындарыңыз ортаға шыға беруге болады. Қысқаша кетсеңіздер болды. Постер қорғасаңыздар да болады, алдарыңызда тұр. Алдарыңызда қағаз мәселелер бар, постер қорғасаңыздар да болады. Қысқаша өздеріңіз түсіндірме жұмысын. Дайындарыңыз бар ма? Көшбасшы міндетті түрде директор болу керек па? Осы тапсырыс берсеңіздер. Алдыңғы 9 айлық курстардан өтеміз. 3 айлықтардан кейін осы 1 айлық. Дайын топ бар сізге.
Ortаңызды 2 минут береміз. Микрофон берейік па? Бұл біздің директор Айрекен Бәжібек директор. Микрофон керек па? Ал құрметті әріптестер, бүгін мінекей керемет іс-шараны куәсі отырмыз. Құдай қаласа, осы іс-шаралардың жалғасын сауа берсін. Енді жалпы бізге қойылған ұзақ жетістікке жеткен көшбасшы қандай болу керек дейді. Біз енді бойдан мына қасиеттер болу керек деп әріптестерін ақылдап отырып жазып жатырмыз. Бұл енді ең бірінші білімді және білікті болу керек. Екінші, ұйымдастыру қабілеті өте жоғары болу керек. Үшіншіден, ынталандыру, яғни мотивация беріп отыратын, ұжымды қолдап отыратын, қолдау тауып отыратын, барлық жағынан қолдау білдіріп отыратын, яғни ұжымның көңіл күйін көтеріп отыратын басшы болу керек, айтқанда. Одан кейін жаңашыл басшы болу керек. Әрдайым мынау адам дамыған сайын өзі күнде өзгеріп жатқан дүниеге, жаңашылдыққа жақсы көзқараспен қарап, өзінің әріптестерін сол жаңашылдыққа шақыратын басшы болу керек деп ойлаймын. Енді өзгеріске бейім болу керек басшы кез келген. Одан кейін басшыда бір қасиет болу керек, ол принципшіл. Принцип болмаса, өзі ұстаған бағыттың осылар ұстанымдағы бағыт болу керек. Одан кейін енді мынау ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген басшы болу керек. Яғни енді ол ұсыныстар. Одан кейін кәсіби құзыретті болу керек. Одан кейін жалпы дүниеде үш нәрсе сатылмайды дейді ғой. Сатып аламайсың дейді. Ол адалдық, ол білім, ол тәжірибе. Мына осы қасиеттер сол басшыда болу керек. Көшбасшыда. Жалпы біздің топқа берілген көшбасшы деген кім? Жалпы көшбасшы белгілі бір топты немесе ұжымды немесе бір қоғамды алға жетелейтін, оларға ықпал етіп қызмет атқаратын, яғни дұрыс бағыт бағдар беретін жаңа тұлғаны айтамыз көшбасшы деп. Одан кейін көшбасшы ол тек қана басшы болмауы мүмкін. Ол кез келген міндетті емес, ол кез келген ортада өзінің идеяларымен, одан кейін мінезімен, еңбегімен, жетістіктерімен бөлісе алатын адамды біз көшбасшы деп айтамыз. Жалпы сөйлей берейін. Жалпы көшбасшылық деген
көшбасшылық деген ол көшбасшылықтың өзінің бір аспектілері болады. Жалпы көшбасшы, кез келген адам көшбасшы бола бермейді. Онда бір өзіне деген бір қасиеттер болу керек та. Ең бірінші қасиет мен жауапкершілік деп айта алатын едім. Жауапкершілік болу керек. Жауапкершілікті сезіне білген адам ғана көшбасшы бола алады деп. Өйткені жауапкершіліктің артында ол қабылдаған шешімдердің нәтижесі болады. Онан кейін көшбасшы стилі дедіңіз ғой жаңа енді. Көшбасшы ретінде мына келесі аспектілерді біз өзіміз ескеруіміз қажет деймін. Көшбасшылардың біз оқыған кезде өздеріңіз білесіздер, осы жерде басшылардың бәрі біледі. Стратегиялық көшбасшы, демократиялық көшбасшы, трансформациялық көшбасшы және автократтық көшбасшы болып бөлінеді. Соның ішінде енді өзінің жаңағы мінезіне қарай, көшбасшылықты алып жүру қасиеттеріне қарай әркім осы көшбасшылықты біз өзіміз курста оқып жүрген кезде кім қандай көшбасшы екенін біз тесттер арқылы өзіміз анықтадық. Стратегиялық көшбасшы ол үлкен мақсаттарды белгілеп, болашақты жоспарлай білу. Біз жаңағы сіздің айтып жатқанда даму бағдарламамызда біздің 3 жылға, 4 жылға, 5 жылға жаңағы өзіміз алдымызға үлкен мақсаттар қойып, сол мақсатқа жаңағы жоспарлап сол мақсаттарымызға жете беру. Онан кейін демократиялық көшбасшы, онда тек қана команданың пікірін ескеріп, жаңағы бірлесе шешім қабылдау. Демократиялық тек қана өзінің ғана шешім емес, командамен жұмыс істеу. Ал трансформациялық көшбасшы өзгелерді шабыттандырып, өзгерістерге жетелеу. Негізі бұл жерде демократиялық трансформациялық көшбасшы бір-біріне өте жаңағы бір-бірін толықтырып тұратын көшбасшылар деп айта аламыз. Ал автократтық көшбасшы ол шешімдерді өзіңіз қабылдап, нақты бағдар көрсету. Бірақ енді бұл автократтық көшбасшыларда бар енді, бірақ сонда да жаңағы командамен жұмыс істеген біздің ойымызша тиімдірек болады деп ойлаймыз. Негізі қазіргі заманның өзі де 50 жылда ел жаңа дейді ғой. Мына төрт көліне тақияға сыйғандай заманға келе жатырмыз. Жаңа біз Перизат Исмайылқызының құжаттарды, Шұға Тұрмағамбетқызы айтып өтті ғой енді, жаңа құжаттарды QR кодпен не қылу. Бұның өзі бүкіл дүниенің бәрін біз жаңағы тектей нәрсеге сыйдырып, содан жаңа айтқанымыз не дейді? Қарап бақылап отырамыз. Яғни мына заман өзгерістеріне сай біз де бір нәрсеге қатып қалмай, қазір ана қатты болғаннан гөрі кейіпке болғанда дұрыс дейді ғой жаңағы. Жақ-жақты бағдарлап қай жұмыс нәтиже береді, соны біз қолға алуымыз керек. Нәтижелі жаққа қарай жұмыс жүргізуіміз керек деп ойлаймын. Ал жоқ, мен айтамын. Маған мына көшбасшылардың ішінде мен өзім демократиялық пен трансформациялық көшбасшы. Осы екі көшбасшылықты мен маған мына екі көшбасшылықты мен бірге алып жүрмін. Неге? Бірге алып жүруге тырысып жатырмын. Рахмет. Келесі слайдқа көшсек, білесіздер, жаңа көшбасшы туралы айтып кеттік. Негізінде авторитарлық, демократиялық көшбасшы, негізі әртүрлі бар, иә. Авторитарлық көшбасшымыз шешім жеке өзі қабылдайтын, қатаң бақылау орнататын керек. Одан кейін демократиялық көшбасшы ол көп мүшелердің пікірін ескеріп, бірлескен шешім қабылдауға негізделген істейді. Оны барлықтарыңыз білесіздер, курста бұны анықтап жатамыз. Қатысушылар көшбасшы барлық қатысушылардың шешім қабылдау процесіне белсенді тартатын және ашықтыққа бағытталған стиль. Әр өзі көшбасшының стильдері бөлінген, бұның барлығы сіздер курста өтіп, бәрі білесіздер. Және сол курста біз естеріңізде болса, әртүрлі модельдердің жаңағы танысқан едік. Кодтардың 8 моделі, аттардың 5 қадамы. Енді осы модельдердің қайсысы біздің басшылығымызға жаңағы өздеріңіз жұмыстарыңызға бейімделу. Мысалға мен өзімдікін бірінші кодтардың 8 қадамымен салыстырам, осыған келіп ұқсас келеді. Мысалға өзгерістерді қане түсіндіру. Өзім жаңадан басшылық келгенде, біз мына мектепте өзгеріс енгізу керек екен, өзімнің командамен бірге жұмыс атсалысып келіп, осы өзгеріске бейімделдік. Осы 8 қадаммен біз жұмыс жасап келеді.
бар екенін білесіздер, иә? Аттардың барлық түрлері бізде тестте кездескен. Бұны просто қазір еске сала кетейін деп тұрмын, өздеріңізде ойларыңызда болсын деп, жұмысқа барған кезде сіздер осы қайсы моделімен, тәсілмен қазір жұмыс атқарып жатырсыздар дегенде. Болашақта жаңағы семинар өтесіздер, ары қарай жалғастырып. Осыны талқылай кетсек. Енді келесіге қазір көшбасшылық стилін анықтауға, бұның бәрі еске түсіп кетіп жатыр. Көшбасшылық стилін анықтауға бірінші топ бар сіздерге. Сіз өзіңізді көшбасшылық стиліңіз қалай сипаттайсыз сіздер? Екінші топқа басқару стиліңізді таңдау барысында қандай факторларды ескересіз? Ортада. Одан кейін үшінші топқа олар уже сіздер тәжірибелі болғандықтан сіздерге ұжымның жұмыс істегенде демократиялық, авторитарлық немесе үкімет көшбасшылықты тәсілдердің қайсысы сізге жақын? Жаңа айтқан бойынша мен түсіндіріп кеттім ішіндегі үш көшбасшылықтың қайсысы сізге жақын? Өздеріңіз жұмыстарыңызда 2 минут талқылауға берейік, шынайы түрде жауап бере салайық бұл жерде. 2 минутқа. Осы әр сұрақтан кейін біз мектебіміздегі танысып кетеміз, әр сіздер жауап берейік. Мектебімізде қалай жұмыс жасап жатқанымыз. Негізі коучингтің ережесі бойынша бірінші топ шыққанда екі топ тыңдау керек қой. Жұмыс бірдей болмау керек. Сондай ережеде бар ол коучингта, иә. Соны ескерулеріңізді сұраймын. Бізге берілген сұрақ, қайырлы күн құрметті әріптестер. Бірінші топ, сіз өзіңіздің көшбасшылық стиліңізді қалай сипаттайсыз дейді. Қазір бізге көрсетті экраннан 3 стильді көрдік. Біріншісі авторитарлық стиль, екіншісі демократиялық стиль, үшіншісі либералды, яғни енжар ұжымға салып қоятын, оның баламасы солай түсіндіріледі. Бұл 3 стильді бекерге беріп тұрған жоқ, жұмыс барысында үшеуі де қолданылады деген сөз. Кейбір мұғалімдерге, жалпы ұжымда, кейбір ситуацияда авторитарлы стильді көрсету керек, қатаңдылық болу керек, басшы ретінде өзі жеке шешім шығару керек. Ал демократиялық болатын жағдайда қазіргі замандағы өзгерістерге тез бейімделу үшін демократиялық стильді қолдану керек. Әрине ол ұжыммен ақылдасып, мектептегі көшбасшы мұғалімдерді, команданы тыңдап жұмыс жасау болады. Ал либералды көшбасшылыққа келетін болсақ, мысалы кейбір мықты белсенді ұстаздарымызда қателік жүріп жатады. Ал сол кездерде оны көрмеген құсап, енжар болып өтіп кете беру керек. Бұл осы курс барысында үйреткен көшбасшылық стильдің дәл біреуінде қалу мүмкін емес. Үш жағдайда біздің қозғалыста, процесте жүретін дүние. Әзір енді сіздер өзіңізді көшбасшылық стилін қалай сипаттайсыз дейді ғой. Біреуіне нақты тоқталмаймыз, бұл ұжымның, яғни топтың пікірі, біз үшеуінен де қажетті жерді алып жүреміз. Енді жалпы солай ғой, бұл курсты бәріңіз оқыңыздар ғой, енді сол кезде осылай түсіндірілген. Назарларыңызға рахмет. Қанша адам осы сонша пікір бар ғой. Рұқсат беріңіз. Енді жалпы бұл үш тәсілді қолданады кез келген басшы. Бұл үш тәсілді жүрмесе, бірақ енді оның пайыз ерекшеліктері бар енді. Сондықтан енді демократиямен жүре берсеңіз, оны жалпы көпшілік анархияға өтуі мүмкін.
сондықтан енді оның әрқайсысының өзінің орнымен әр оқиғаға байланысты қолдану керек деп ойлаймыз. Жалпы басшы әділ болу керек және қатал болу керек. Сөз бен істің айырмасы болмауы керек деп ойлаймыз. Жалпы енді қаталдық пен қатыгездікті басшы айырбастап шатастырып алмаса жақсы үйлесіп жұмыс алады. Жалпы жаңа алдымыздағы әріптестің енді жаңағы үш сипаттамасына байланысты өзінің әр стилді қолданатындығын ол енді дұрыс сипаттады. Сол біз енді қорытатымыз сол жалпы үшеуі жүреді. Автократияда, демократияда, бұл енді жаңағы жерде либералдық тәсіл. Ал енді либералдық тәсіл деген қолданысты кетеді енді. Жалпы бұл жерде основном енді демократиялық ортақ шешім ұжыммен бірге ортақ шешім қабылдай отырып, соны жетекші болып сүйреп жақсы жетістікке жеткізу. Жақсы. Рахмет. Сізге бар ма? және жаңағы әріптестеріміздің барлық айтқан стильдеріне біз де ұжымны тобымызбен қосыламыз. Әр басқару стилінде әртүрлі стильге көшіп отыру, яғни жаңа ағай айтты ғой, пайызбенен, мөлшерлермен өзгерістерге бейімделіп отырамыз. Қандай факторлар ескересіз дегенде, команданың мәдениеті мен құндылықтарын ескереміз, топтың дағдылары мен тәжірибесін ескереміз. Үшіншіден, мақсаттар мен міндеттерді ескеріп отырамыз. Сонымен қатар факторлардың ішінде қарым-қатынас пен өзара түсіністікті ескеріп отырамыз, және де қиындықтарға тап келгенде оның шығу жолдарын іздену факторларына сүйеніп отырамыз. Командалық жұмысты ұйымдастыру бойынша бірінші топқа сіздің мектебіңізде командалық жұмысты жақсарту үшін қандай әдістер қолданып жүрсіз? Екінші топқа команданың тиімділігіне не әсер етеді деп ойлайсыз? Үшінші топқа ұстаздар мен әкімшілік арасында ашық коммуникация орнату үшін қандай қадамдар жасау керек? Жасауға болады. Постер қорғап не жерге шықсаңыздар да болады. Мынау сақтаға постер қорғап. Құрметті әріптестер, саламатсыздар. Бұл жерде мектебімізде командалық жұмысты жасап ең басты
қағидалардың бірі мектептің жүрегі мұғалім. Яғни мұғалімдердің әдіс тәсілдерін жаңарту, бүгінгі күн талабына сай түрлі жаңашыл әдістерді меңгеру мұғалімнің шығармашылығына керек. Қазір білесіздер, барлық жерде ресурсқа дейін түрлі әдіс тәсілдер жүргізіліп жатыр. Соның барлығы командалық жұмыста бірінші кезекте мұғалімдер, мектептің жүрегі мұғалімдер қарауылау керек. Екіншіден ата-ана мектепке келеді, ата-ана мектепке ауысып, жаңа сіз айтып отырмыз ғой, демократиялық бағыт. Ата-ана мектепке ауысып, ата-аналар жаңа қолдау орталығымен жақсы жұмысты, жақсы қолдау алып, жақсы жолға қоя білсек, мектептің жұмысы ары қарай жанданады деген сөз. Үшінші, оқушы алдымызда. Ол әрбір оқушының жүрегіне жол болып, білім сапасын арттыратын болсақ, мектептің берері де үстем болады, білім сапасы да артады деген сөз. Яғни командалық жұмыста ұстаз, ата-ана, оқушының барлығында біріктіре отырып, мектептің білім сапасын көтеру деп біледі. Бізге берілген тапсырма команданың тиімділігіне не әсер етеді деп ойлайсыз? Енді командаға бірінші команданың ортақ мақсаты мен миссиясы болу керек. Және ол жерде жетекшілік пен басқару стилі болу керек. Коммуникация мен кері байланыс болу керек командада. Одан кейін команда мүшелеріне әрқайсысының өзінің рөлдері бөлініп берілу керек. Және де командада ынтымақтастық пен бір-біріне сенім болу керек. Одан кейінгі командада әр команда мүшесі бір-біріне мотивация беріп, және де марапаттап қолдап отырулары керек. Одан кейін командаға технологиялар мен ресурстардың мүмкіндіктері болу керек. Интернет, әлеуметтік желілерге шығу мүмкіндіктері деген сияқты. Жалпы тиімді командалық жұмыс бұл үйлесімді жұмыс істейтін ортақ мақсатқа ұмтылатын ұйым деп санаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Біз мен енді 10 жылға толмасам да 10 жылға толғандардың арасына кіріп кеттім мен. Құдай қаласа толады деген ниетпен. Бізде негізгі 3-ші топтың тапсырмасы ұстаздар мен әкімшілік арасындағы ашық коммуникациялық орнату үшін қандай қадамдар жасауға болады деген тақырыпта. Біз бірінші кезекте ашықтық пен сенімділік деп айттық. Өйткені біз өзіміздің педагогтармен ашық әңгімелесіп, оларға сенім білдірмесек, олар өз пікірлерін еш уақытта ашық айтпайды. Сондықтан біз ашықтық пен сенімділікте. Одан кейін келесі кезекте бөлінген көшбасшылық. Біз мектепте даму үшін, өзгерту үшін біз міндетті түрде бөлінген көшбасшылық топпен жұмыс жасаймыз. Және сол топтардың міндеттері, олардың атқаратын жұмыстарын тең бөлу, жауапкершілікті арттыру. Одан кейін күнделікті мұғалімдермен қарым-қатынас, ұстаздармен. Одан кейін олардың әрбір ісіне кері байланыс беріп отыру, ол ең маңызды дүние. Одан кейін біз өзіміздің педагогтармен дұрыс қарым-қатынас жасау үшін олардың әрбір істеріне біз кәсіби сұхбат арқылы қолдау көрсетіп отыруымыз керек. Мүмкін бізде кеше барлықтарыңыз білесіздер, оқытқан кезде біз бірінші кезекте сол педагогтың бірінші қал-жағдайын, бала-шағасының жағдайын сұрасам, педагог менің өмірім осы басшыға да жаңағы қажет екен ғой, ол кісі де мені уайымдайды екен, мені сыйлайды екен деген сияқты, одан бір сенім пайда болады, сізге деген көзқарасы өзгереді. Міне осылардың барлықтарын біз қолдау білдіреміз және қиындықтарды сол бірлесіп топпен шешеміз. Міне осының барлықтары бізде ұстаздар мен әкімшілік арасындағы ашық коммуникация орнату деп біз өзіміз осылай топ шештік. Рахмет. Үшінші, ынталандыру және мотивация. Жақсы нәтижені жеткен мұғалімдерді марапаттау, қолдау көрсету, жаңағы оларға сыйлықтар беріп, жаңағы көтеріп тұрған сайын оқушыларымыздың да мұғалімдердің де ақырет жұмыстарын атқара береді. Екінші, қатынастарды басқару. Мәселелерді уақытында шешіп, ұжымдар жағында атмосфера қалыптастыру.
барлық ол мектептерде ана жақтан мұғалім жақтан оқушы жақтан ондай проблема шығады, соны уақытылы түсіндірме жұмысын жүргізіп уақытылы шешіп тұрсақ уже командалық жұмыс жүре береді деп ойладым. Келесі біздегі нәтижелі көшбасшы болу үшін сіздің ойыңызша табысы мектеп директоры қандай қасиеттерге ие болу керек? Бірінші топқа. Екінші топқа ұжымның сеніміне ие болу үшін қандай қадамдар жасау маңызды? Үшінші топқа өз тәжірибеңізге қандай жаңа әдістерді енгізіп көрдіңіз? Қандай нәтижелер болды осы курстан кейін? Бола береді, сразу. Дайын болсаңыз сразу жауап беріңіз. Соңғы тапсырмасы. Бізге болған сұрақ, сіздің ойыңызша табысты мектеп директоры қандай қасиеттерге ие болу керек дейді. Енді бірінші кезекте табысты мектеп болу үшін миссиясы мен болашаққа бағдары айқын болу керек деп есептейміз. Одан кейінгі табысты мектеп болу үшін мектеп директоры кәсіби білікті, көшбасшылық қабілеті жоғары және жаңашыл болу қажет. Ол ұжымда тиімді басқарып, оқушылардың сапалы білім алуын қамтамасыз ету қажет. Сонымен қатар ата-аналар мен қоғаммен тығыз байланыста болу керек деп есептейміз. Біздің топқа берілген сұрақ ұжымның сенімділігіне ие болу үшін қандай қадамдар жасау маңызды дейді. Яғни ең негізгі маңызды қадамдарына тоқталып өтетін болсақ, ең бірінші негізгі қадамы, яғни сол ұжымға сенімділік пен тұрақтылық, яғни сенімділікке ие болу керек, адалдық және ашықтық болу керек деп ұғынып жатырмыз. Және үнемі кері байланыс ашық болып отыру керек. Конструктивті қарым-қатынас болу керек, яғни ол конструктивті қарым-қатынасқа, яғни өздеріңіз білесіздер, сыйластық қарым-қатынас кіріп отырады. Сонымен қатар әділдік пен теңдікті қатар алып жүруіміз керек. Қолдау және көмек беру, үнемі ұжымды қолдап отырып, мотивация беру арқылы үнемі белгілі бір қадамдарға жету жолдарын көздеп отыру керек. Сонымен қатар көшбасшылық арқылы үлгі көрсете білу қадамы маңызды деп білеміз. Қайырлы күн, Шұғатыр Мұхамбетқызы, әріптестер. Қалып тұрсын деді. Сіз енгізіңіз ба, айтыңыз деймін екен айтып жатырмын.
бізде сұрап өз тәжірибеңізде қандай жаңа әдістерді енгізіп көрдіңіз, қандай нәтижелер болды. Кеше курстан кейінгі жұмыс жасау барысында мен енгізіп көрдім. Біз оқыдық қой, бичмарк әдістері бойынша, модуль бойынша ішкі фактор, сыртқы және өзіміздің салаға жатпайтын басқа бір өндіріспен салыстырып, өзіміздің сол тәжірибені өзіміздің жұмысымызға енгізу. Сол ішкі фактор басқа мектептермен салыстыру және мен Назарбаев мектебінің келісімшартқа тұрған Шымкенттегі. Солармен бірге жұмыс жасаймын. Содағы тәжірибені өзіме алып келіп жұмыс жасап жатқан жайым бар. Және осы курстан кейін мен өзімнің жалпы ұжымды жұмылдыруға тырыстым. Және ол туралы бірінші коучинг өткіздім, қалай болу керек екен. Сөйтіп бізді командаға бөлу үшін біздің мінезімізге қарай қалай бөлу керек екен бізде курста үйретті. Сол 60 мұғалімге психолог екеуміз сауалнама дайындадық. Сөйтіп 8 командаға бөлдік. Әр командада 6 мұғалім бар. Сол 6 мұғалім 2 апта сайын біреуден сабақ өтеді. Сонда бір команда аптасына 3 сабақтан ашық сабақ өтіп жатыр. Ол цифрлы деп жатырмыз ғой, жасанды интеллект арқылы білім сапасын көтеру деп алдық. Оны жаңағы нысаналы сыныптарға қойдық. Себебі менде 8 сыныбында және 9 сыныбында 6 сынып біреуінде білім сапасы төмен. Сол сыныптарға баса назары аудардық. Бұл командамен жұмыс істеу өте ыңғайлы екен. Сөйтіп лисенста дейді соған қосып жібердім. Әйтпесе лисенста дейді бір бөліп қалады, командалық жұмыс бір бөліп қалады, зерттеуіміз бір бөліп қалады екен. Мен сол кезде қидық туды менде. Сонымен өзім тренерім білесіздер, Асхат Әлиевпен хабарласып, жалпы мұғалімдерді онлайн курсқа шақырып, күніге сағат 7-ден 9-ға дейін 3 күн сол кісінің пікірін тыңдап, сол кісімен бірге жоспар жасадық. Сөйтіп сол жұмысты жасадық. Сол 3 сыныптан да сауалнама алдық. Білім сапасын біз шындау керек қой, БЖБ мен ТЖБ-міз бәрі өтірік. Сондықтан шынайы алуға тырыстым да, оған физиктерді жабылдырып, сол барлық сыныптан 3 оқушыдан алып, білім сапасын тексеріп көріп, шын мәнінде біздің беріп жатқан жаңағы білім сапамыздан қайда төмен екен. Сондықтан сол бойынша жаңағы 3 сыныпты алып, соған баса назар аудардым. Сол топпен жұмыс жасап жатырмын. Әр команданың өзінің белгілі бір өзінің міндеті бар. Мына кісі сабақ өткізеді, мына кісі жаңағы сауалнама алады, оқушылардан, ата-анадан, мұғалімнен. Біреуі соның анықтамасын жазып отырады күнделікті, біреуі мұғалімді зерттейді, біреуі оқушыны зерттейді, біреуі фейсбукқа жариялап отырады. Көрсеңіздер, Совет Мұхаммед мектебінің фейсбугында бұл зерттеу сабақтар командамен жұмыс бар. Әр сабақты жаңағы өзінің біреуге арнайы жүктеп қойған сабақ өтті болды, соны жариялап отырады. Нәтижесі жаман болмайды ғой деп ойлаймын. Нәтижесін мен наурыз айында көремін. Бірақ жұмыс өте қызықты. Ана команда тартысып, бір-біріне жаңағы бәсекелес боласы екен. Сондықтан нәтижесін көре қойған жоқпын. Бірақ жұмыс барысы, мұғалімдердің қызығушылығы, өзгеріске дайындығы, оқушылар да қызығып сабақ өтіп жатырмыз. Осы әзірге. Командамен жұмыс өте маңызды әртіс өтеді, өте барлығы атсалысып жұмыс жасады. Енді біздің мектебімізде нәтижелі көшбасшы болу үшін өзіміз сияқты сұрақ бар. Өзіңді үздіксіз дамыту керексіз деп ойлаймын. Семинарларға қатысып, семинар өткізіп, жаңа әдістерді меңгеру керекпіз. Екінші, ұжымның сеніміне ие болу керекпіз, әділ және ашық болу. Ол барлық жерде, иә. Және үшінші, жаңашылдыққа бейім болу керекпіз. Жаңа әдістерді енгізу, кеше курстан кейін өзіміз оқып келген өзгерістерге қорықпай қадам басу керекпіз. Қазір кешегі өзіміз оқуда да айтты ғой, киім сияқты барлығы оқу процесі тренд болып кетті. Жылдан жылға әр тренд болып, сол сияқты әр трендке қорықпай қадам басу керекпіз. Келесі көшбасшы рөлі мектеп басшының ретінде жұмысымыз біздің мектебімізде стратегияны анықтау. Бұл
даму бағдарламасы жаңа 6 жылға арналып жасалған. Кеше курста кем кетістерін беттедік, барлығымызда шыққан. Ол жерде сауалнама болды деп ойлаймын, барлығымызда жалпы өтеді. Келіп ол сауалнаманы алдық, мұғалімнен де, ата-анадан да алып, қай жерде проблема болып жатқан жерін анықтай келе, уже мектептік бақылау жоспары түзеле бастады бізде. Осы бойынша жұмыста атқарып келеміз. Ұстаздар мен оқушылардың шарттандыру, ол жаңағы мотивация беріп, әрқайсысына бір марапаттау немесе жаңағы қаражат жағынан жаңағы біз мысалға қаншалықты қоғам оқушыларға егер республикадан облыстан орын алатын болса, соны береміз деп, олар уже артына арналған жұмыс жасайды. Келесі шешім қабылдау және тәуекелге бару. Бұл басты. Шешімді нақты қабылдап алып, тәуекелге бару керек деп ойлаймын. Өзгерістерге икемді болу. Әр өзгеріске дайын болу керек. Жылдан жылға жаңа айтқандай, өзгерістер уже бізде білім саласында әртүрлі өзгерістерге жаңағы ары қарай мектеп ұжымының командалық жұмысымыз біздің командалық рух пен ынтымақтастық, ашық коммуникация және идеяларды алмасу болса бізде ортақ мақсатты қою, жаңағы айтқандай кәсіби және жеке дамуға жағдай жасалынады. Әрқайсысы команда бойынша осы 4 нақты қадамды қойғаннан кейін уже команда болып жұмыс жасалынып, бірге атсалысып жатыр. Ал мынау рахмет коучингке белсене атсалысып қатысқандарыңыз үшін. Сіздерге қатысқан үшін бізде кішкентай сый-сияпатымыз бар. Кішкене рахмет ортаға шыққандарыңыз үшін.